Талдықорған жоғары политехникалық колледжі тарих пәні оқытушысы Иманалинова Гүлсім Рахметолдақызы. Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер. Бүгін сіздердің назарларыңызға ұсынып отырған тақырып Қазақстан Республикасындағы әкімшілік құқық негіздері. Бүгінгі сабақтың мақсаты қоғамда тәртіп сақтау негізінде әкімшілік құқықтың алатын орнын сипаттау және әкімшілік құқық ұғымы, реттеу әдістері, әкімшілік жауапкершілік туралы кеңірек ақпарат беру. Бүгінгі сабақта қолданылатын негізгі жаңа сөздер: әкімшілік құқық, әкімшілік құқық бұзушылық, әкімшілік құқықтық нормалар мен әкімшілік құқық қатынасына қатысушы субъектілер. Мемлекетіміздің ата заңының 1 бабында Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырған. Оның басты қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтар мен бостандықтар деген қастерлі сөзді кіргізген. Бүгінгі құқықтық мемлекет құрамыз деген заманда әрбір адам өз құқықтарын жете біліп, жалпы заң білімі саласына мағлұмат алған дұрыс. Заңды аттамай тура жолмен жүріп, еліне адал қызмет еткен азамат қана мұратына жетеді. Сондықтан да заңды білу заман талабы. Әкімшілік құқық жөнінде жалпы түсінік бере кетсек, әкімшілік құқық бұл мемлекеттік басқаруда қоғамдық қатынастарды реттейтін және әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін жауаптылықты белгілейтін Қазақстан Республикасының қолданысындағы негізгі құқық саласы. Әкімшілік құқық бұзушылықтың негізгі белгілері: бірінші, қоғамға қауіптілік. Бұл іс-әрекеттің қоғамның, мемлекеттің, азаматтардың мүдделеріне зиян келтіру, мысалы, ұсақ бұзақылық, мас күйінде көлік құралдарын басқару. Екінші, құқыққа қайшылық. Құқық нормасын бұзатын іс-әрекеттерді жасауы. Үшінші, кінәлілік. Бұл ерікті саналы іс-әрекет. Кінә тұлғаның істеген ісіне және оның салдарына психикалық қатысын білдіреді. Іс-әрекет құқық бұзушылық деп тану үшін оның ерік-жігерлік және саналы көрініс екендігін анықтау қажет. Яғни саналы ойлайтын адамның психикалық қызметінің нәтижесі екендігін анықтау. Төртінші, жазаланушылық. Бұл іс-әрекет әкімшілік құқық бұзушылық деп танылады, егерде оны істеген үшін заңнамада әкімшілік жауаптылық қарастырылған болса. Бесінші, жаппай өріс алу. Бұл егерде қандай да болмасын іс-әрекет істеудің таралуы, жаппай өріс алуы, қоғамдық қатынастарға қауіп төндірсе, заң шығарушы осы қатынастарға қорғалатын мәртебе беруге мәжбүр. Заңнамалық түрде мінез-құлық ережесін бекітуге және оны бұзғаны үшін жауапкершілік белгілеуге мәжбүр болады. Әкімшілік құқықтың келесі әдістері бар: тапсырма беру, рұқсат ету, тыйым салу. Тапсырма беру субъектінің әкімшілік құқықпен белгіленген қандай да бір нақтылы әрекетті жасау міндеті. Рұқсат ету құқық шеңберінде субъектіге қандай да бір әрекет жасауға немесе өз қалауы бойынша оны жасаудан қалыс қалуға рұқсат беру. Тыйым салу заңмен тыйым салынған әрекеттерді жасауға тыйым салу. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының кодексі 2001 жыл қаңтардың 30 күні қолданысқа енгізілген, ал 2014 жыл сәуірдің 27 күні өзгерістер мен толықтырулармен берілген. Жалпы бұл заң 44 тараудан 733 баптан тұрады. Аталмыш кодекстің 41 бабында әкімшілік жазалардың келесі түрлері көрсетілген: ескерту жасау, әкімшілік айыппұл салу, әкімшілік құқық бұзушылық жасау құралы не нысаны болған затты, сол сияқты әкімшілік құқық бұзушылық жасау салдарынан алған мүлікті тәркілеу, арнаулы құқықтан айыру, лицензиядан, жеке кәсіпкердің қызметін тоқтата тұру немесе оған тыйым салу, әкімшілік қамауға алу. Аталмыш кодекстің 336 бабында жекеленген қоғамдық орындарда темекі шегуге, ішімдік ішу, ұсақ бұзақылыққа байланысты жаза түрлері көрсетілген. Әкімшілік құқық бұзушылық неден туындайды деген сұрақтың негізгі себептеріне тоқталсақ, бұл отбасындағы ақау тәрбие, отбасындағы материалдық әл-ауқат, жұмыссыздық, баланың бос уақытының көп болуы, ата-ана тарапынан бақылаусыз болу, мінез құлқының ауытқушылығы, рухани құлазуы және біреудің мүлкін пайда көріп алудан. Колледж бен жанұяда жақсы қасиеттер бойға сіңіріп, тәрбиелі мәдениетті білімді адам болуға ұмтылуымыз керек. Құқықтық сауатсыздық, яғни өз құқығы мен міндетін білмей, басқаның құқығын сыйламаудың кесірінен көптеген келеңсіз жағдайларға кезігіп отырмыз. Осы орайда әкімшілік құқық бұзушылықтың қоғамдағы зияны мен адам тағдырын адастыратын іс екенін әрқайсымыз жете түсінуге тиіспіз. Олай болса құқықтық тәрбие мен құқықтық мәдениет санаға сіңіріп, өзімізді және қасымыздағы адамдардың жеке басын қадірлеп құрметтейік. Құрметті Талдықорған жоғары политехникалық колледжінің білімгерлері, болашақта шалыс қадам баспай, өз өмірлеріне жауап беретін ата-анасының емес, бүкіл Алаштың азаматтары болатындықтарыңызға